Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бастың қышуы жағымсыз сезім. Бұл жағымсыз сезімнен арылу үшін оның пайда болу себебін анықтау маңызды. Ендеше бас не үшін қышуы мүмкін? Қайызғақ жиі басты қышытады. Қайызғақ әдетте себориялық дерматит дамуының себебі болады. Қайызғақ құрғақ, аралас және майлы болуы мүмкін. Ем оның түріне қарай тағайындалады. Қайызғақ не үшін пайда болады? Бастағы қайызғақ әдемі көрінбейді және ол қандай да бір ауру жайлы белгі беруі мүмкін. Қайызғақтан арылу үшін алдымен оның пайда болу себебін түсіну керек. Қандай проблемалар қайызғақтың шығуына себепші болуы мүмкін екенін қарастырайық. Зат алмасудың бұзылуы. Зат алмасу бұзылса, май бездері жұмысы жоғалады. Соның салдарынан қайызғақ пайда болады. Ол ағзадағы кез келген ауру тудыратын факторларға әсер етеді. Ағзадағы зат алмасу процестерін ретке келтіру үшін бірінші кезекте рационды дұрыстау керек. Күніне кем дегенде 3 рет, бірақ аз-аздан тамақтануға тырысыңыз. Құрамында тиімді метаболизм үшін қажетті барлық элементтері бар дұрыс тамақтар жеңіз. Мұндай өнімдерге жұмыртқа, майсыз ет, жаңғақтар, балық, көкөністер және сүтті өнімдер жатады. Гормонды өзгеріс, жүктілік, ішке қабылдайтын контрацептивтер және гормонды дәрілер қайызғақтың пайда болуына себепші болуы мүмкін. Егер емделіп жүргенде қайызғақ пайда болса және соңғы кездері гормонды өзгерістерді байқап жүрсеңіз, ол туралы дәрігерге хабарлау керек. Күйзеліске шалдыққан адамдар жиі қайызғақпен қиналады. Мазасыз күйде жүрген кезде жағдай одан сайын ушығады. Оның себебі күйзеліс ағзаның қорғаныш механизмін әлсіретеді. Сондықтан күйзеліспен күресуді үйрену маңызды. Медитациялық жаттығулардың түрлерін зерттеп, өзіңіз үшін тиімдісін анықтаңыз. Теріс сезімталдығы. Уақыт өте теріс сезімталдығы өзгеруі мүмкін. Ол үйреншікті немесе жаңа күтім құралдарына басқаша әсер беріп бастайды. Қайызғақ шашқа арналған күтім құралдарының себебінен пайда болып тұрғанын анықтау үшін уақытша сусабын мен кондиционерді ауыстырып көріңіз. Егер құралды өзгерту қайызғақтан арылуға көмектессе, ескі әрі жаңа күтім құралдарыңыздың құрамдарын зерттеп, проблеманы туындатып тұрған мүмкін нәрсені анықтауға тырысыңыз. Содан соң келесіде құрамы ұқсас құралды сатып алмаңыз. Авитаминоз. Ағзаға А, В, С, Е дәрумендері, мыс, кальций және мырыш жетіспесе, қайызғақ пайда болады. Себебі А дәрумені май бездерінің қызметін ретке келтіреді және бас терісінің қайта қалпына келу процесіне қатысады. В тобының дәрумендері шаш саулығы мен оның өсуіне жауап береді және бас терісінің қажетті қышқылдармен қамтамасыз етеді. Иммунитетті арттыру үшін және ұйқышылдықпен күресу үшін рационды түрлендіріңіз. Таза ауада серуендеу, позитивті эмоциялар және дұрыс ұйқы өмірлік күшті қалыпқа келтіруге көмектеседі. Тершеңдік. Шаш гигиенасын дұрыс сақтамау және тершеңдік те қайызғақтың пайда болуына себепші болады. Бұл жағдайда ол әдетте ыстық күндері немесе бас киімді ұзақ киетін уақытта, қыс мерзімінде пайда болады. Бұл проблеманы жеңу үшін қарама-қарсы душ қабылдау керек және қажеттілік туындаған бойда шашты жуып алған дұрыс. Сондай-ақ ауасы құрғақ бөлмеде ұзақ отырмауға тырысыңыз немесе ауа ылғалдандырғыш құрал қолданыңыз. Асқазан ішек жолы аурулары. Асқазан ішек жолы проблемаларының себебінен ағза қоректік заттарды сіңіруді тоқтатады және қалыпты жұмыс үшін қажетті дәрумендерді, минералдарды және майлы қышқылдарды алмайды. Асқазан ішек жолы жұмысының бұзылуы басқа органдар мен жүйелердің қызметіне жағымсыз әсер етеді. Терінің беткі қабаты қабыршақтанып, жарылады және қабына бастайды. Егер зиянды тамақты және алкогольді жиі ішсеңіз, ағза канцерогендер бөледі. Сондықтан, егер жоғарыдағы себептердің ешқайсысы сізге келмесе, гастроэнтерологтың көмегіне жүгініп көріңіз. Ол зерттеулер жүргізіп, қайызғақтың асқазан ішек жолы органдарымен байланысының бар жоғын анықтап береді. Тері құрғақтығы. Егер басты ыстық сумен жиі жуса,
фенді жиі қолданса, климат ауыстырса және де тағы да басқа жағдайларда бас терісі құрғап кетеді. Қышығаннан бөлек, адам басын жуып болғаннан кейін терісі тартылып тұрғандай сезімде болуы мүмкін. Бұл жағдайда бас терісін арнайы құралдармен қосымша ылғалдандыру ұсынылады. Аллергия да басты қышытады. Әдетте шаш бояуына немесе басқа да шаш күтіміне арналған құралдарға аллергиялық реакция туындауы мүмкін. Егер аллергияға бейім болсаңыз, әркез құралдардың құрамын мұқият оқу керексіз. Сондай-ақ жаңа құрал пайдаланар алдында тест жасаңыз. Құралдың кішкене бөлігін шынтақтың ішкі жағына жағыңыз. Тері аурулары, саңырауқұлақ және де бактериялық инфекциялар бас қышуына әкелуі мүмкін. Жаралар, жырықтар және де басқа да зақымдар микроағзалардың кіруіне мүмкіндік береді. Механикалық зақым, шашты фенмен дұрыс кептірмегенде, мысалы ыстық ауа бас терісіне бағытталса, бас терісі зақымдалуы мүмкін. Сондықтан арнайы қорғаныш құралдарын пайдалану және феннің ыстық емес режимін пайдалану ұсынылады. Бас терісін бас киім де зақымдауы мүмкін. Мысалы тар бас киім кию. Күйзеліс. Жүйке жүйесіне артық күш түсу тері қышуына әкелуі мүмкін. Бас қышуының себебі күйзеліс екенін білдіретін бір белгі, ол бір уақытта пайда болып жоғалады. Бұл күйзеліс кезінде нақты нейропептидтер мен кортизол, адреналин, гистамин секілді гормондар бөлінуімен түсіндіріледі. Өздігінен емделу ұсынылмайды. Бас қышуы мазаласа, трихолог маман көмегіне жүгінген дұрыс. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз.